Осы аптада елімізде құтқарушылар өздерінің кәсіби күнін атап өтуде. Осыдан 24 жыл бұрын Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылған болатын. Соның негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленген. Айтулы датаға орай Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндірушілері құтқару құралдары мен заманауи жабдығын көрсетіп, ашық есік күнін ұйымдастырды. 24-ші мерейтойларын алматылық құтқарушылар спорттық бағытта өткізуді жөн санапты. Өрт сөндірушілерден құралған 500-лік команда 2 кезең бойынша бақ сынады. Алғашқысы өрт биатлоны, яғни түрлі кедергілер арқылы мәреге бірінші келу болса, екіншісі сат арқылы 4 қабатты оқу ғимаратына өрмелеу. Барлық қатысушылар өз шеберліктерін ортаға салды. Неге бұл өрт сөндіру құтқару деп аталады? Бұл жердегі әрбір құтқарушының әрекеті кәсіби спортшыдан кем емес. Спорттағы әрбір секунд бәрін өзгертетін болса, мұнда да әр уақыт құтқарушы үшін бағалы. Жылдам әрі кәсіби тұрғыда әрекет ету біздің жігіттердің негізгі міндеті. Өрт сөндіруде өз ісінің нағыз маманы Марат Туралбаев та бүгінгі жарыстың қатысушысы. Ол ондаған адамды ажалдан арашылап қалған. Осыдан 13 жыл бұрын Керемет ықшам ауданында жалындаған өрт кезінде бір қызды лапылдаған ғимараттан алып шыққан. Осы батырлығы ескеріліп, ерлігі үшін төсбелгісімен марапатталған. 6-й этаж горел и... Әлі есімде, көпқабатты үйдің 6-шы қабатындағы пәтер жанып жатты. Түтіннен еш нәрсе көрінбейді. Мен құтқарған қыз 8-ші қабатта тұрады екен. Ол қорыққаннан үй мен лифттің арасында жүгіріп шаршап жатып қалыпты. 6-шы қабатқа көтеріліп, жерде жатқан жерінен тауып алдым. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, жыл сайын Алматы қаласында 700-ге жуық өрт тіркеледі. Жыл басынан бері шаһарда 900 адам құтқарылыпты. Осының бәрі бастарын қауіпке тігіп, отқа да, суға да түсіп жүрген құтқарушылардың арқасы дейді көпшілік. Қуан Нұрақын, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.